Ассалаумағалейкум YouTube көрермендер, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі тақырыпта OLX маманы, OLX-тің жалпы саласында эксперт 15 миллион оборотты кәсіпкерге айналдырып берген, оған адамдар, клиенттер очередьте тұрады қазір. Мысалы, менікін істеп берші деп, клиенттер очередьте тұратындай жағдайға әкеп берген OLX-пен маманы менің досым Ахмет. Бүгін сол кісіден сұхбат алатын боламыз. Бұны кімдерге көру керек? Міндетті түрде кәсіп бастаймын деп жүрген адамдарға, және де кәсіп бастағысы келеді, бірақ қалтасында ақшасы жоқ адамдарға міндетті түрде осы видеоны көру керек қазір. Достар, міне Ахмет досым, қазір сұраймыз, өзі жайлы кішкене ақпаратты өзі жайлы таныстыра кетеді. Айта кетсең. Ассалаумағалейкум қазақ елі, менің есімім Ахмет Құлдаулет болады. Мен айта кететін болсам, OLX маманымын, 4 жылдан бері экспертімін. Осы уақытқа дейін қандай сала жүріп келеді, жүрмейді, соның барлығын зерттеп жүргенімізге 4 жылдай болып қалды уақыты. Мысалға, маған жас студенттер келеді, сала таңдалмай жүрген адамдар бар, үлкен кісілер бар. Оның жас шектеулігі жоқ, ең бастысы қабілетіне байланысты өзіміз таңдап береміз, кәсібіне байланысты. Мысалға, кейбір жас жігіт болды бізде, Жақсылық деген жігіт болды, мысалға, айта кететін болсам, ол жігіт мопед болып, кезінде курьер болып жұмыс істеп жүрді. Сол курьер болып жұмыс істеп жүрген кезде, сол жігіт азаннан кешке дейін айтатын, 10 мың или 7 мың теңге әрең табатынмын дейді. Сонда ойлаңызшы, таңнан 9-дан кешкі сағат 9-10-ға дейін жұмыс істейді екен ол жігіт. Мопедпен. Мен сосын бұған ұсыныс тастадым. Айттым, сіз мопедке жақсы хабарыңыз болса, лучше мопедтің саласынан запчасты бар, қазір өздеріңіз білесіздер, Алматы қаласы өсіп келе жатыр, үлкейіп келе жатыр, соған байланысты мен айттым бұл кісіге, лучше сізге мопедтің запчастарымен айналысқаныңыз дұрыс дедім да. Ал соған бастап кетті, сол саланы бірінші таңдады. Бар болғаны 3700 теңгемен 20 пакет алды. 20 пакет дегеніміз ол 20 объявление салынады да, жарнама. Соны саламыз. Мен айттым, осындай ключевой сөздерге бәріміз көмектесем дедім, как менторство ретінде өзіме алдым, жеке қабылдауыма. Содан сала таңдап кетті. Бір күндік табысы, қателеспесем, ол жігітте 43 мыңға дейін шықты. Бір күндік. 43 мыңға дейін шықты. Бір күндік табысы. Өте жоғарғы көрсеткіш деп айтар едім. Тағы бір плюсын айта кететін болсақ, бұл кісінің бастап кеткен саласы не болған? Топқа ештеңе көтермедік. Тек қана 3700 теңгемен ойлаңызшы. 20 пакет сатып алды. Енді біз статистика бойынша қарадық, сараладық, қанша көтерді, осы бір айлық қарасам, жаңа жігіт 370 мыңға дейін ба көтерген екен пайда. Бір айда ма? Бір айда, иә. Кеше курьер болып жүрген бала мысалға қарасаңыз. Керемет. Осы мысалы осындай дәрежеге жеткізіп, бұның барлығынша басынан бастасақ, OLX-те өзің істедің ғой. Бұл идеяны қайдан алдың? Еще сен естіп отырық, мысалы, үлкен өндірістермен де клиент әкелесің. Сондай өндіріс әкеледі, клиенттің ең басты олар клиент әкелу керек екен қайдан білдің да? Осындай кәсіп жоқ қой, мысалы, мынандай кәсіп негізі. Бір толық жеткізе кетейін өзім тағы бір. Негізінде Қазақстан бойынша ол негізінде OLX платформасы дейміз, кейбіреулер маркетплейс деп айтады, әркім әрқилай айтады. Негізінде ол Украинада пайда болған, ең біріншісінде. Ал қазіргі уақытта Қазақстанға келгесін, ол уақыттың өтуімен қателеспесем, 2009 жылдан бері Қазақстанда бар бұл маркетплейс. Ол кезде қатты дамымаған болатын. Соған байланысты қазір келді, өзінің, қалай десек болады, Қазақстан өзінің как филиалын алды. Енді қазір Украинаға бағынышты емес, бір сөзбен айтқанда. Соған байланысты бізде қазір Қазақстан нарығында мен көп байқаймын, қазір OLX мамандығы жетіспейді, OLX маркетологтар. Сондықтан мен қазір бос кезде кіріп алған дұрыс деп айтар едім. Менің де келу себептерім болды. 2018 жылы, мен айтып отырмын ғой 4 жыл деп. 2018 жылы мысалға мен ең баста үйленіп, бала шағалы болып жатқан кезде мен өзімде таксовать ететін таксист болдым да мысалға. Оны жасыратын ештеңе жоқ, енді шындығы ғой. Сөйтіп жүрген кезде аяқ асты 2-3 айдан кейін үйленгеннен кейін жол апатына ұшырадым. Машинамның арты соғылды. Сонымен жарамсыз болып қалды. Сосын сол OLX-ке салдым бір уақытта. Соны салайын, сатайын дедім мен сол аварийный жағдайында машинаның. Көлік жарамсыз жағдай болып қалды. Сөйтіп салғаннан кейін қарасам, бір күнде ойлаңызшы, 300 звонок әкеп берді. Телефоным дірілдеп қалды. 3 минут, 2 минут аралығы звонок саны. Сол кезде мен уже махаббатым ашыла бастады осы салаға деген. Осыдан бір нәрсе істесе болады екен. Түсіндім да мен эксперттілігім сол кезде мықтылық екен. Уже оказывается, осыда бір сөзбен айтқанда бір айтады ғой,
бір жағдайдың артында жақсылық бар дейді ғой Алла тағала. әр жаманшылықтың артында бір жақсылық бар. Сондықтан мен осы жолға түскен себебім осы жолмен келдім негізінде. Осыған OLX-ке ары қарай даму үшін идеяны қаяқтан аласың сен? Мысалы суретті қою керек, или тақырып жазу керек, сондай идеяны қаяқтан аласың сен? Мысалға айтатын болсам, идеяны алғанда мен бірінші анализ жасаймын. Ең бірінші ол анализді қалай жасайсың? Анализ жасағанда бірінші OLX платформасына кірем, ключевой сөздерді жазам, кілтті сөздер дейді ғой. Адамдар қандай сұраныс бар, бірінші Яндекс Вордстартқа салып тексерем, қай заттар сұраныста болып жатыр, соны нақтылаймын, қанша конкурент бар, соның санын нақтылаймын, соған қарай шығарамын. Көп кәсіпкерлерді білем, сапасыз шығарады, сөзінің мағынасы жоқ, басы айтыр бір-екі сөз жазып қояды, соны қояды. Одан кейін, мысалға қараңызшы, 100 мың теңге салса, соның бір 40 мың теңгесін, бір сөзбен айтқанда пайдасын табады да 60 мың теңге далаға кетеді деген сияқты. Жан жаққа ұшып кетеді. Соны мен бәрін 90-99% дейін көтеруге тырысамын. Осы Ахмет алдынан бері айтып жүрдің ғой, бір реклама мысалы жасаттық қой, бізде жасаттық ол ағаға, сен айттың ол ағаны біз көтердік деп пасвейске істеп берді. Сол аға мысалы клиент дада көп деді ғой, оған қалай клиент көп әкеп бердің, дада ол бермей ақ қойшы объявление деп айтты ғой саған. Олай қалай істедің сол аяқта клиенттен қашып жатқан адамды? Бір айта кетейін, бір сіздерге бір клиентім болды мысалға, наружный реклама жайлы, сол жаңа Бекзаттың айтып жатқаны. Бекзатта маған ұсыныс тастаған болатын, осындай жер ашайындап жатырмын, соған бір реклама жасайтын бір кісі керек деді. Мен соған ұсыныс тастадым Бекзатқа. Осы наружный рекламада бір таныс ағам бар, соған айтып көрсең дұрыс болар еді деп айтып көрдім баста. Енді бұл әрине реклама емес, біріншіден. Мен өзім тәжірибемді сіздерге жеткізіп жатырмын бұл жерде. Айтатын болсам, сол кісіге мысалға 21.200 ба, қателеспесем 21.600 теңгемен 20 пакет алып, қаланың кез келген жеріне жібердік, Алматының ішіне жібердік. Сонымен ойлаңыздар, 21 мың теңгенің несімен 1,5 миллион теңгеге дейін таза пайда тапты. Ол өте көрсеткіш жоғары да. Ал ол кісілер негізінде кішкентай ғана бір қателеспесем 20 квадраттың ішінде бастаған цех. Қазір Алматы қаласына көшіп кеп алды. Сол мен осы реклама жүргізу арқылы, сол кісілерді дамыту арқылы осы жолға келді. Егер айтар едім, бақылап жүрсеңіздер, маған жазылып қойсаңыздар, мен сіздерге ары қарай көрсететін боламын сол кісілердің цехтеріне барып уақыттың өтуімен. Осы мысалы қазір кәсіп бастағысы келіп отқандар бар да, осы видеоны көргеннен кейін ең азымен қанша ақшамен бастаса болады, сосын OLX-те қандай не табы, қызмет саласы жақсы ма, әлде сауда саттық жақсы ма? Енді екеуі де жақсы болуы мүмкін, бірақ екеуінің қайсысы тез оборотқа шығуға болады? Мен айтар едім, кәсіпте, енді өздеріңіз білесіздер, біріншіден айтатын болсақ, сауда, өндіріс және де қызмет түрі бар. Мен қазір айналысып жатқан салам қызмет түріне жатады, услуга деп айтады, орысша тілде айтқанда. Мен мысалға құрылыс саласында жүріп жатырмын, қазір натяжной потолок бойынша жігіттерге мысалға заявка тауып беремін, 10%-ке жұмыс істеймін. Мысалға 500 мың теңге болса, 50 мың теңгесі менікі деген. Түсінесіздер ғой, процентпен жұмыс істеймін солай. 10%-пен жұмыс істеу арқылы істеймін. Мысалға кез келген сала таңдалмай жүрген жігіттерге мен ұсынамын. Мысалға бұрын кезінде ол құрылыста айналыстым дейді, бірақ не істерін білмей жүреді. Өзі ісін білет, бірақ не істерін білмейді. Не істерін білмейді. Сондай жігіттерге мен көмектесіп жіберемін, жолын алып. Мысалға өзі жалғыз болса, мысалға тәжірибесі болса, сол саланы таңдау арқылы, ұйымдастыру арқылы мен көмектесем, осындай 3 баланы, мысалға 3 жігітті алып, сіз осыны ұйымдастырып, өзіңіз жұмыс ретінде процентіңізді алып отырсаңыз болады деп қамтамасыз етіп. Тек интернетке рекламаңызды беру арқылы өзіңіздің үлесіңізді алып отырасыз деп айтамын. И солай істеп жатқан жігіттер де бар, тәжірибесін дұрыс жолға салып, осындай. Мысалы, көп адамдар жұмыс таппадым, нетпедім деп айтады ғой, мысалы, қолынан көп заттар келетін жігіттерді білемін. Мысалы, бір жігітті білемін, West Estones дейді. Күніне сол жігіт 35 мың теңгеден көтеріп жүрді. Жаман емес табыс та. Автоэлектрик бар, жаңағы West Esto, сол табысымен, мысалы, көп емес, оның бір айтатын болсам, 6 мың теңге қой деймін, соның қателеспесем. Рекламасының бір құны. Реклама 6 мың жібереді. Ар жағында клиент ұстау, ол өзіне сөйлескенге байланысты. Сосын осы мысалы қазір жас балаларды білесің бе, екеуміз бір кәсіп бастағанбыз, білесің бе, жұмысшыларда жұмыс беріп, олар жұмыс істетіп едік қой. Солай қазір істеуге бола ма, осы жас бала мысалы солай бастайтын кішкене шустрый адамдарды хабарландыру беріп, адамдарды іріктеп, жұмыс істетіп, үстіндегі ақшасын өзіне алып, солай. Әрине, негізінде қазір өздеріңіз білесіздер, разнорабочий деген тема қазір жүріп жатыр. Әліге дейін сұраныс бар. Сондықтан кез келген адам оны өзі салып көріп, ұйымдастырып жасауға болады да, мүмкіншіліктері бар. Соған қарай.
кез келген саланы бастап кету мүмкіншілігі бар, ол еш нететін не жоқ, просто нарықты зерттеу керек, бұл жерде сұраныс бар ма жоқ па соны анықтау керек, ең главный сол бұл жерде кіретін. Керемет, Ахмет, осындай сұхбатыңа рахмет, көптен көп. Міне осымен ойымен бөлісіп жатыр. Рахмет шақырғаныңызға. Так, міне достар, қазір YouTube каналы бар, біз осы сілтеменің астына тастап кетеміз. YouTube-тың аты, YouTube-тың каналдың Ахмет Құлдәулет. Және де YouTube каналға тастап кетеміз. Сояқтан сіздерді подписка істеп, оның каналына кіріп, видеосын көрсеңіздер болады. Және де номерін қалдырып кетеміз. OLX маманы кім 0-дан бастағысы келеді, кім риск істегісі келмейді, надо 0 ақшамен бастасаңыз болады. 7 теңгемен бастаған адамдар да бар. Осылай әрбір қазақ, әрбір осы Қазақстанда тұрып жатқан адам бай болуға тиіс. Әр адам істей алады осы істі. Сіз ертең бастаймын деп айтпаңыз, тура осы видеоны көрдіңіз, бүгін бастаңыз. Сізді күтеміз, жазыңыз, міндетті түрде біздің каналға жазылыңыз, бізді қолдап жүріңіз, комментарий жазып кетіңіз. Рахмет бізді қолдағаныңызға. Бәріне ассаламу алейкум, рахматуллахи баракат.